Баршаңызға сәлем, менің YouTube әлемім каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі жұп-жұмсақ күнбе пісетін панкейк пісіретін боламыз. Видеоның соңына дейін қарайық. Алдымен жылы айранға кішкене жарты шай қасықпен соданы қосып араластырамыз. 1-2 минуттай күтеміз, осындай көпіршіктер пайда болады. Одан кейін оған 4-5 ас қасық қантыңызды салып, кішкене ванилинімізді салып, тағы да араластырамыз. Ешқандай миксердің қажеті жоқ. Венчикпен араластыра береміз. Одан кейін сұйық майымызды қосамыз. 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, және де 2 жұмыртқаны қосып, тағы да жақсылатып араластырамыз. Қажет мөлшердегі ұнымызды осы жерде алдын ала неден өткізіп қоямыз, ситадан өткізіп, дайындап қоямыз, елегіштен өткізіп. Және де үстіне қопсытқышыңызды қосуды ұмытып кетпеңіздер. Барлығын жақсылатып араластырамыз, түйіршіктер қалмағанша дейін. Бұған дейін менің панкейктерім дәл осындай болып көтерілмеген, және де осы рецепті тауып алғаныма қуанып, сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Видеоның соңына дейін қарап тамашалаңыздар. Және де менің каналымда бұдан да басқа керемет рецепттер бар, кіріп қарасаңыздар болады. Ұнның ішіне бірден қопсытқышыңызды салып жіберсеңіздер болады. Кішкене шай қасықтай қопсытқыш салып, тағы да араластырамыз. Мінекей осындай сұйықтық консистенциясында болуы қажет. Осыдан кейін бірден табамызға пісіретін боламыз. Табамызды алдын ала, егер де табаңызда жабысатын болса, кішкене майлап жіберсеңіздер болады. Осындай шағындау етіп саламыз. Одан кейін егер де ортасына нутелла қосып жасағыңыз келсе, кішкене шай қасықпен салып, видеодағыдай етіп жасасаңыздар болады. Ортасына жартысын мен осындай нутелламен жасадым. Ортасына салып, үстінен қайтадан кішкентай шай қасықпен салсаңыздар болады тестаны. Сол кезде ол одан сайын күмпиіп, және де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасауға кеңес етемін. Отбасыңызға, балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Толықтай ортасы піседі, ешқандай уайымдамаңыздар. Және де бірден весыйдың ешқандай қажеті жоқ, дайындай берсеңіздер болады. Таңғы асқа өте дәмді завтрак ретінде жасасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен болған Толқынның асханасы. Каналға тіркеліп, басқа да рецепттерді қарауға кеңес етемін.